Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Бейбі Айша. Бүгін сіздермен восточный пирог дайындайтын боламыз. Жұп-жұмсақ өте дәмді болып шығады. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Бірінші қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа керек, қант керек, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алып, үстінен сары майымызды салып араластырып аламыз. Үстінен қопсытқышымызды салып, ұнымызды салып, араластырып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Толық рецебін описаниеден оқи аласыздар. Достар, келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қамыры осылай жұп-жұмсақ болып шығады. Енді оны 10 минутқа алып қоямыз. Оған дейін дәндеріміз турап аламыз. Мен мейіздерді турап алдым. Бұлай турамай өзін салса да болады. Барлығын турап алдым. Осылай барлық дәндерді турап алдым. Міне осылай барлығы дайын болды. Енді қамырымызды табамызға жайып аламыз. Табаның астына мен сұйық май жағып алдым. Қамыр жабысып қалмас үшін. Осылай барлығын жайып алдым. Енді дәндерімізді сеуіп шығамыз. Осылай әдемілеп орналастырып аламыз. Барлығын салып болған соң, осылай сгущенкамызды үстінен құйып, қасықтың көмегімен әдемілеп жайып аламыз бетіне. Бізде дайын болды. Енді оны 180 градуста 20-25 минутқа духовкамызда пісіріп аламыз. Біздің восточный пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сіздермен болған Бейбі Айша. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.